Senin жағымсыз досың. Малсың ба? Не артын басы киіп аласың ананы? Бауын шешіп жүресің ба? Киіп аласың ғой. Родной канал кино Аяжанда қыз көріп қалады білесің ба? Малсың ба? Не үшін айттың? Қош. Малсың ба? Қолтығын айыр жергесің. Кеше темекі шегіп тұр, қызың бетіне өпіргесің ғой. Что там, родной, орыс қыздармен таныстырсақ, кружка, пиво, что там, Людмила дегіз қойшы. Не қарап жатсың мен? Просто киімдер тастап кетеді. Мынаны содан алған ғой алдым. Ана шеттегі мусордан ше. Әпше, балаңыз темекі шегіп жүр ғой жаңа. Айбай! Сенің мектеп бітіріп жатқан досың. Батя пысық қой, 25 май болмайды дегенде естіп алғанда, біздің костюм шалбар алам деп отқан ақшам бәріне үйге строй материал алып тастаған ғой. Директор, гулянкеге шықпайсыңдар деген ғой. Я деп қойып, қаяқтың районда читернашкамен басып жүргесің ғой. Ұбыты онлайн болады деп ше, қайтта андай қылып тастап қойсың ба? Бәле болды ғой. Ана байға шықпай қалады деп жүрген қыздарың бар ғой, солардың бәрі ертең көресің ғой. Бірінші байға тиіп кетеді. Ана Айдана, Альмира дейтіндердің бәрі қалады, сендер айтып жүр. Тағдырдың қаталдығын қарасай, 25 майда 11 жыл бойы күттім ғой Людмиламен бірге вальс билеймін деп. Болмайды дейді ғой. 11 жыл бойы оқыған ағылшынның түрін қарасай, апай hello дейді, хай дейсің, хай несі дейсің, хай бай болып кетеді артын. Ертең бәріміз 11 бітіріп жан-жаққа кетіп қаламыз ғой. WhatsApp-тан группа ашып қойып, активно болып отырайық. Уже сағынып отырмын сендер. Мектепті по-любому қимайсың, апайлар сағынасың ғой бәрібір. Мектебім сағынышым. Сенің қаладан келген братаның не киіп аласыңдар? Үстеріңе 300-400 теңге футболкасын тастаңдаршы. Біз сияқты Adidas, Pamu'дан киінсеңдерші. Может, Puma, братан? Pamu ғой, мен білем ғой. Қалтам қыздармен сөйлесесіңдер ма? Я, братан. Өзіңше, братан, сөйлесесің бе? Қалада чисто Вика, Людмила, Павел дегендер ме? Павел? Дос бала ғой. Қанша айлық алып отырсың? 350 сол жоба ғой. Базар жоқ. Жегенім алдында, жемегенім холодильникте ғой, короче. Каспий голд жоқ па не магазиндерде? Жоқ, братан, налым ғой бәрі. Қалада бүкіл жерде Каспий голд ғой, даже туалеттерге дейін Каспий голд бар ғой. Не ол, братан, құлақ жылыстайтын зат па? Жоқ, наушник қой, наушник. Шашыңды қайда алдырдың? Барбер шоп қой қалада. Че шашыңды ойып алып жүрген? Басың қисық екен. Күшпәрі, братан, KFC, лаваш дегендері. Ауылдың тамағына жетпейді, қолдың кәдімгі тәтті қып піседі. Беріліп күйге, сағынсам кейде, ауылға кеткім келіп тұр. Сенің ерте үйленген досың. Үйлен қарын шығып кеткен дейсің ғой. Құмашы. Рамы, PlayStation ойнап қойдық та кешке жүрсе. Жоқ, қатын балашаға бар, ятты, PlayStation ойнап отты. Ертең қайын жұрт жаққа бару керек, тамаққа шақырып еді ғой жаңа. Үйленген қалай екен? Бір манты жіберіп шаршайды екесің. Қыздардың номері жоқ па, жатам? Кеше қатын жұмысқа кетіп, анам бір балаға қараймын деп миым ашып кеткен ғой. Балаға жоқ екен мен, біздікі тудыру екен. Бір 2000 теңге шыға ма? Жоқ, вообще майда тиын жоқ. Ақшаң бәрі памперспен ақ кетіп қалып отыр ғой. Жерттігі ұстап дарбыз жеймін дей ма, соны дарбыз деп шыққан ғой. Карантин деп жатпайсыңдар ә, біле. Баланың көзі, түрі, виду қыласың маған ұқсайды, байқайсың ба? Құмашы, құшы. Айдым қосыз. Балдармен тұр есіктің алдында кіріп жатырмын кәшке. Жақсы. Жақсы жігіттер ана. Давай, қатым айтқаннан шықпайын десейді. Не женюсь, я не женюсь, ой, мама, не женюсь, девушки вокруг. Av alla förskolebarn, barn.